Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге бикеш саусақтары тортын жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл торттың дәмі өте ерекше. Барлық жанға ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде соңғы шыққан видеомды бірінші болып көре аласыз. Барлық керек ингредиенттер описанияда толық көрсетілген. Ең алдымен ыдысымызға суды құямыз. Оның үстіне сүт, одан кейін тұз, қантымызды саламыз және бөлме температурасындағы сары майды салып отқа қоямыз. Оттың асты баяу болуы қажет. Араластыра отыра, сұйықтығымыз енді қайнай бастаған кезде үстіне ұнымызды саламыз. Бұлайша айтқанда, ұнды осы сұйықтыққа араластырып, пісіріп аламыз. Барлығын біркелкі қылып, ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Оның пісіп-піспегенін осы ыдысыңызда шетінде кішкене бір слой қамыр қалғаннан байқауға болады. Үздіксіз араластырып тұру қажет. Себебі күйіп кетуі мүмкін. Күйіп қалмас үшін ыдыстың бір шетін ұстап тұру қажет. Асықпай жасаңыздар. Болған қамырды осылай ыдыстың үстіне түсіріп суытып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Суығаннан кейін оны чашкамызға салып, жұмыртқамен араластыратын боламыз. Жұмыртқаның барлығын бірден салуға болмайды. Бір-бірден салып, шетінен араластырамыз. Жұмыртқамыз біркелкі болып араласуы қажет. Соңғы жұмыртқамызды салып жатырмыз. Жұмыртқамыз арасына сіңіп кеткенше араластырамыз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Сұйық емес, қою емес, орташа. Енді қапшығымызға насадканы кигізіп, осылай үстіне дайын болған қамырымызды салып шығамыз. Қазір біз эклер дайындағалы отырмыз. Өзіңіз қалаған насадканы пайдалансаңыз болады. Мен бұл жерде гүл тәрізді насадканы пайдаландым. Мешогымызға салып болғаннан кейін, енді оны пергаментіне бумага төселген формаға қалаған формаңызда құйып шығамыз. Эклеріміздің арасы қуыс, жұмсақ болып шығады. Эклеріміздің арасына крем құйып дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Ал біз бұл жерде кремді сыртына жағамыз. Яғни эклерімізді кремге малып аламыз. Крем дайындау үшін бізге осындай ингредиенттер қажет. Барлық ингредиенттер описанияда көрсетілген. Творожный сырдың үстіне сахарный пудрамызды салып, миксердің жай жылдамдығымен бастап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін, оның үстіне сливкиімізді құямыз. Одан кейін сгущенкамызды қосып, тағы да миксерлеп шығамыз. Крем өте нәзік болып шығады. Яғни сұйық емес, қою емес, орташа болып шығады.
Енді тортымызды жинауға кірісейік. Эклерлеріміз дайын болды. Оларды 180 градуста беті осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, оның арасы қуыс, өте жұмсақ эклер. Тарелкаларымызды дайындап алып, осылай эклерлерімізді кремнің ішіне салып, біртіндеп ыдысымызға орнатамыз. Негізі дайын болған тортты холодильникте кемінде 2 сағатқа ұстасаңыз, крем сіңіп, дәмі басқаша болып шығады. Ал егер бір түнге холодильникке қалдырсаңыз, ол тіпті керемет. Тортыңыз өте дәмді, кремі арасына жақсы сіңіп, дәмі сізді ерекше таң қалдыруы мүмкін. Тортты сәндеу ол өз еріктеріңізде. Мен үстіне шоколад пен майда араластырып, ерітіп алып, осылай мешоктың көмегімен құйып шықтым. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет, сіз де жасап көріңіз.